ұйымдастырылған. Сабақ үрдісінде диалогты оқытудың тиімділігі тақырыбында 3-ші сыныпты лесенстадий жүргізуді жоспарладық. Сыныпта 16 оқушы. Жалпы сыныптың білім көрсеткіші 72%-ді құрайды. Сыныптың білім деңгейі мен сыныптың белсенділігі мен бәсекелесе жарыса оқу деңгейі орташа. Сонымен қатар, диалогтық оқыту арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қызығушылығын ояту, білім сапасын көтеру болатын. Диалогтық оқытуды жүзеге асыру бағытында әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалана отырып, зерттеу сабақтарының кестесі жоспарланды. 4 мұғалімнің сабағына да талдап білу әдісін қолдану тиімді, тиімсіз жағы ескерілді.